Қайырлы күн, менің оқырмандарым, ютубтағы арнайы оқырмандарым. Сіздер үшін видеоны көрмес бұрын, рецепті көрмес бұрын жақсы бір ата-аналармен ақпаратпен бөліскім келіп тұр. Біз ата-ана ретінде әрбір баланың дамып өсуіне бірден бір себепкеріміз, оның білім алуына, білім саласында қалай жетістікке жетуінде, әсіресе кішкентай кезінен бастауымыз керек. Егер сіздің балаларыңыз бастауыш сыныптан бастап оқитын болса, Қалан Кезет парақшасын ұсынғым келіп тұр. Бұл парақшанда өте балаларға тіпті есеп шығарғаны үшін де ақы төлейді қыздар. Яғни ең бірінші баланың диагностикасын тексереді. Және де оның білім деңгейін тексереді. Одан кейін теория жүзіне де тексеріп, ары қарай білімін дамыталады. Яғни мен сіздерге Instagram парақшасын осы видеоның описаниясына қалдырып кетем, қыздар. Сол жерде сіздерге толығырақ айтатын болсам, Қалан Кезет парақшасында ең алдымен баламен диагностика жөнінде жұмыс жасайды. Бірден сабақ бастамайды, баланың қай жерден тоқтап тұр, бала қай жерде дамымай қалды, немесе дамып тұрып қай жерге келіп тоқтап қалды. Осының барлығын қамтамасыз етіп, толық тексеріп, содан кейін барып баламен тапсырмалармен жұмыс жасайтын болады. Теория бөліміне өтіп, тапсырмалардың барлығын толыққанды видео түрінде көріп, одан кейін барып есепті шығару арқылы сіздерге ақы да төлейді. Яғни есеп шығарғандарыңыз үшін де ақша береді. Әрі баланың дамуына да үлкен үлес қосатын парақшалардың бірден бір сіздерге пайдасы тиетіні сөзсіз. Қалан Кезет парақшасы біздің Қазақстанда ең алғашқы платформалардың бірі. Сондықтан осы видеоның описаниясында мен Қалан Кезеттің парақшасын қалдырдым, және видеоның үстіне де қалдырдым. Іздеп көріңіздер, танысыңыздар, сіздерге пайдалы болатынына сенімдімін. Бисмилля деп бастаймыз. Күнделікті бір тағам түрін дайындай беріп шаршаған болсаңыз, осы бір ыстық тағам түрін дайындап көріңіздер. Келген қонағыңызға сөзсіз ұнайтын бұл ыстық тағам түрін міндетті түрде достарыңызбен бөлісіп, осы видеоға лайк басып, парақшама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Алдымен сорпасын дайындап аламыз. Қазанға сүйек салып, су қосып, жақсылап қайнатып, көбігін алып, ішіне картоп, сәбіз, пияз, қызанақ, дәмдеуіштерді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Етті маринаттаймыз. Оған бізге Вегетаның арнайы дәмдеуішін қосып, жақсылап араластырамыз. Картопты да дәл солай маринаттап аласыздар. Вегетаның дәмдеуіш, картопқа арналған дәмдеуішін қосып, сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз. Мантаварканың бірінші листісіне осы ет пен картопты орналастырамыз. Екінші листқа өңшең көкөністерді қосасыздар. Өздеріңізге ұнайтын кез келген көкөністі қосып, тұз қосып, маринаттап, оны да екінші листқа орналастырасыздар. Асқабақ қоссаңыздар тіптен керемет. Ал үшінші листқа дайын біздің қатырылған түшпәра, пельмен деп айтылады ғой, соны қойып 45 минутқа пісіріп аласыздар. Сорпаға піскен ет тіпті ажырап тұрады ғой, жұмсақ болып піседі қыздар. Ал мантаваркаға піскен пельмен ерекше дара-дара болып піседі. Жасап көріңіз.